Қайырлы күн. Бүгінгі білетініміз жай бөлшектерді бөлуді үйренетін боламыз. Мысалы, бірінші есеп. Жай бөлшекті жай бөлшекке қалай бөлеміз? Бұндай жағдайда біз жай бөлшектерді бөлу үшін екі нәрсені білуіміз керек. Бірінші, жай бөлшектерді көбейтуді, яғни көбейткенде қалай есептейміз? Сосын кері сан дегеніміз не? Осы екеуін білсек жеткілікті. Еске түсіреміз, кері сан дегеніміз ол алым мен бөлімнің орнын ауыстырып жазу, Осы екеуін білсек жеткілікті. Мәселен, 8-ден 3-ті бөлемін 2-ден 1-ге. Жай бөлшектерді бөлген кезде бөлінгіш, яғни бірінші тұрған сан, бөлу амалының алдындағы. Бұл өзгеріссіз қалады да, ал бөлгішті кері санға айналдырамыз. Бөлгішіміз мынау, Осыны кері санға айналдырамыз. Бұны кері санға айналдырмас бұрын біз бөлу амалын көбейтуге айналдыруымыз керек. Яғни бөлу кезінде ештеңе орындай алмаймыз. Ол үшін бөлуді біз бірінші көбейтуге айналдыруымыз керек. Бөлуді рұқсатсыз көбейту етіп қойғандықтан бөлгішті кері санға айналдырам. Яғни алым мен бөлімін орнын ауыстырамын. Енді кәдімгі көбейтіндіні орындайтын боламыз. Егер қысқарылатын бөлшек болса, онда қысқартамыз, яғни бөлімі мен алымын сандарын қараймыз да, ең үлкен ортақ бөлгіші бар болса, қысқартамыз. Жоқ болса, қысқартпастан алымын алымына көбейтіп, нәтижесін алымына, бөлімін бөліміне көбейтіп, нәтижесін бөліміне жазамыз, Мұнда қысқарылатын бар, яғни 8 бен 2, екеуі де жұп сан, екеуі де 2-ге қысқарылады. Яғни, бірін бөлімі, бірін алымнан келіп тұр екі санымыз. Яғни, екеуінде ең үлкен ортақ бөлгіші 2 болып тұр. 8-ті 2-ге бөлсем 4, 2-ні 2-ге бөлсем 1. Енді не қалды, соны көбейтіп жазамыз. Мұнда алымында 3 пен 1 қалды. Яғни, 3-ті 1-ге көбейтсем 3. Бөлімінде 4 пен 1 қалды, бөліміне 4 деп жазам, яғни көбейтіндісі 4-ге тең. Келесі екінші есеп дәл осыған ұқсас. Мұнда да бірінші бөлінгішті өзгеріссіз қалдырамын, бөлуді көбейтуге айналдырамын, бөлгішті кері санға айналдырамын. Яғни бөлуді кері амал бізге көбейту болғандықтан бөлгіштің де өзін кері санға айналдыруымыз қажет. 6. Қысқарылатын бөлшек бар. Бұл жерде яғни қысқарылатын сандар бар. 12 мен 6, 3 пен 1 қысқарылмайды, 12 мен 6. Екеуі де 6-ға бөлінеді, яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 6. 12-ні 6-ға бөлсем 2, 6-ны 6-ға бөлсем 1. Не қалды жазамыз? 1, 1. 1-ді 1-ге көбейтсем 1. Мұнда 2 мен 3 қалды. 2-ні 3-ге көбейтсем 6. Жауабы 6-дан 1. Ал егер натурал санды жай бөлшекке бөлуді қалай орындаймыз? Осындай есеп берілетін болса, онда біз мұнда да 10-ды өзгеріссіз қалдырамыз. Бүтін санның барлығында бөлімінде біз 1 бар деп білеміз, Және бөлуді көбейтуге міндетті түрде айналдырамыз. Бөлу кезінде ештеңе істемейсіз, тек қана бөлуді көбейтуге айналдырасыз. Және бөлгішті кері санға айналдырамыз. Қысқарылатын бар болса қараймыз. Қысқартуға болады. Ең үлкен ортақ бөлгіш 10 мен 5-тікі, 5. 10-ды 5-ге бөлсем 2, 5-ті 5-ге бөлсем 1. Не қалды? Алымында 8 бен 2, көбейтіндісі 16-ға тең. Бөлімінде 1, 1-ге 1-ді көбейтсем 1. 16-ны 1-ге бөлсем, мына ортаға бізде бөлшек, бұл бөлшек сызығы, бұл бізде бөлуді береді, Яғни 16-ны 1-ге бөлсем, жауап 16. Егер бөлімінде 1 бар болса, онда 16 бүтін деп жазамыз. Себебі кез келген бүтін санның бөлімінде 1 бар, бірақ ол жазылмайды көбіне. Келесі дәл осыған ұқсас есеп 4-тің өзі жазылады, көбейту, Кері санға айналдырамыз, яғни 2-ден 9. Қысқарылатын болса, мына бүтін санның бөлімінде 1 бар деп білеміз. Қысқарылатын болса, қысқартамыз. 4 пен 2, екеуінікі де ең үлкен ортақ бөлгіші 2. 2-ні 2-ге бөлсем 1, 4-ті 2-ге бөлсем 2. Не қалды? Бөлімінде 1 қалды, алымында 18. 2-ге 9-ды көбейтсем 18. 18-ді 1-ге бөлсем, онда 18 бүтін шығады. Егер бізде есеп аралас санды
болса, яғни аралас санды аралас санға бөлу немесе аралас санды жай бөлшекке бөлу болатын болса, біз бөлуді көбейтуге айналдырмас бұрын осы жерде аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып алуымыз керек. Бұрыс бөлшекке айналдыру үшін ол бөлімі өзгерісі жазылады. Бірінші мынаны, бірінші бөлінгішті. Бөлімі өзгерісі жазылады. Алымына бүтінді бөліміндегі санға көбейтемін де, нәтижесін алымындағы санға қосамын. Яғни 5-ке 4-ті көбейтемін 20, 20-ға 1-ті қосамын 21. Бөлу 4 қалады. 4-ке, мына 4-ті көбейтемін. Болады 16, 16-ға 3-ті қосамын 19. Бұрыс бөлшекке айналды. Енді осыны мен көбейтіндіге айналдырып қысқартамын. Егер қысқарылатын болса. Яғни көбейтіндіні орындаймын. 4 пен 19-ың орны ауысады. Не қысқарылады? 4 пен 14. 4 пен 4 қысқарылады. Екеуінде де 1 болады. Себебі екеуі бірдей сан, яғни ең ортақ бөлгіші де сол санның өзіне тең. Бөлімінде 19 қалды. Алымында 21 қысқарылмайды. Бірақ бізде бұрыс бөлшек болып қалды. Бұны аралас санға айналдырып қоюымыз керек. Яғни ең соңғы нәтижесінде, егер бұрыс бөлшек шықса, сіз оны аралас санға айналдырасыз. Ол үшін алымын бөліміне бөлеміз. 21-ді 19-ға бөлсем 1-ден тиеді. 19 өзгеріссіз қалады. Әрдайым бізде бөлімі өзгеріссіз қалады. Ал алымына қалдық қанша қалды? Бөлгенде 21-ді 19-ға бөлгенде қалдық қанша? Соны жазамыз. Бұл жерде қалдық 2. Келесі. Ал егер натурал санды аралас санға бөлу керек болатын болса, натурал сан бөлімінде бір барын білеміз, соны өзгерісі жазамыз. Бөлу, мұнда да аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Яғни 2-ке 7-ні көбейтем 14, алымын қосқанда 15 болады. Енді бұны көбейтіндіге айналдырып, қысқарылатын болса, қысқартып нәтижесін жазамыз. Көбейту. Егер қысқарылмайтын болса, онда алымына, бөліміне жазып, нәтижесін ғана жазып қоюға болатын еді. Мұнда қысқарылатын бар 12 мен 15. Екеуі де бізде 3-ке бөлінеді. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 3. 15-ті 3-ке бөлсем 5, 12-ні 3-ке бөлсем 4. Не қалды? Соны жазамын. Алымында 4 пен 7 қалды. Көбейтіндісі 28. Бөлімінде 1 мен 5 қалды. Көбейтіндісі 5. 5-те 28 бізде бұл бұрыс бөлшек. Бұны аралас санға айналдырамын. Бұрыс бөлшек күйінде жауап қалдырмаймыз. 28-ді 5-ке бөлемін. 5 рет кездеседі. Бөлімі өзгеріссіз қалады. Қанша қалдық қалады? 28-ді 5-ке бөлгенде 3 қалдық қалады. Сол қалдықты алымына жазамыз. Сонда жауап 5,5-тен 3 болады.